Сәлем достар, бүгін мен сіздермен кішкентай болып шығатын күлше нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ күлше нандар жасайтын боламыз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Жылы суымызға тұз, құмшекер және де сұйық майымызды құйып, және де бір жұмыртқа, ал екінші жұмыртқамыздың ағыны қосып, сарысын бетіне сүрту үшін алып қоятын боламыз. Енді дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде еленген ұн қолданыңыздар, сонда не пісірсеңіздер де жақсы көтерілетін болады. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Бұнда қатып қалған ешқандай ереже жоқ. Өздеріңіздің көздеріңізбен шамалап салсаңыздар да болады. Мен де өлшеген жоқпын, көзіммен шамалап салдым. Қажет десеңіздер, описание бөліміне граммдарын жазып кететін боламын. Енді жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. 1 сағаттан кейін осылай столымызды майлап, қолымызды майлап аламыз, жабысып қалмау үшін. Осылай түсіріп, кішкентай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осылай барлығын бөліп, домалақтап қоямыз, және де пакетке салып, бір 15-20 минутқа демалтырамыз. Он 15 минуттан кейін листімізді майлап, немесе пергамент қағазын салсаңыздар да болады. Осылай кішкентай жайып шығамыз, үлкен қылып жібермейміз. Менікіне 3 кішкентай күлше сықты. Бұдан да кішкентай қылсаңыздар, немесе 6-ау да кетуі мүмкін, немесе 4-еу сүйеуі мүмкін. Листтеріңіздің үлкен кішісіне байланысты. Осылай жайып аламыз. Енді жұмыртқаның сарысын сүртіп, печкамызды 200 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Енді алып қойған жұмыртқамыздың сарысын беттеріне жағып шығатын боламыз. Енді өз қалауларыңызға байланысты мак немесе күнжітпен беттерін сәндеп шықсаңыздар болады. Егер ұнатсаңыздар. Енді 200-220 градуста қыздырылған печкада пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты, өте әдемі
қып-қызыл болып міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепттерім ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет.